Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы сыныптағы танысу, сөйлем. Сабақтың мақсаты суреттер арқылы сөйлем құрауды үйренесің. Оқиғаның ретін сақтай отырып, баяндауды үйренесің. Ендеше балалар, біз бастаймыз. Бүгін бізде танысу сабағы болғандықтан, өздерің сияқты оқушылардың танысқан кезінде не айтқанын тыңда. Танысу. Сәлем. Сәлем. Сенің атың кім? Менің атым Айгүл. Ал сенің атың кім? Менің атым Арман. Сен неше жастасың? Мен 6 жастамын. Ал сен неше жастасың? Мен 7 жастамын. Міне, балалар, біз бір-бірімізбен таныстық. Енді біз бір-бірімізбен дос боламыз. Танысу тек сыныпта ғана болмайды. Танысу түрлі жағдайда, әртүрлі орындарда жүзеге асады. Енді танысудың қалай болатындығын үйренсек, біз қазір сіздермен көңілді танысуға назар аударайық. Көңілді танысу. Қолына шар ұстаған балаларды көріп тұрсыңдар? Тамаша, бұл балалардың атын кім деп ойлайсыздар? Ендеше, бұл балалардың атын бірлесе отырып табайық. Балалардың қолдарына ұстаған шарда есімдері жасырынып тұр. Бірінші қызыл шарда қандай жеміс тұр? Ям, қарақат. Демек, бұл баланың есімі Қарақат. Тамаша. Жасыл шарда қандай жеміс жасырынып тұр? Дұрыс айтасыздар. Ол алма. Демек, бұл баланың есімі Алмат. Көк шарда қандай жеміс жасырынып тұр? Иә, дұрыс айтасыздар. Ол анар. Демек, бұл қыздың есімі Анар. Жарайсыңдар, балалар. Біз бүгін Қарақат, Алмат, Анар есімді балалармен таныстық. Сіздерге көңілді танысу ұнады деген ойдамын. Ендеше, балалар, бізге мына бір кішкентай бүлдіршін көмек сұрап келіп тұр екен. Бүлдіршіннің өзін тыңдап көрейікші, не айтады екен? Балалар, менің атымның кім екендігін сурет арқылы тауып көріңдерші. Мен туралы ақпаратты суреттер арқылы тауып көресіңдер ме? Рахмет, балалар. Менің есімім кім деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыздар. Менің есімім Раушан. Балалар, мен қай қаланың тұрғынымын деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыңдар. Мен Нұр-Сұлтан қаласында тұрамын. Балалар, мен қай сыныпта оқимын деп ойлайсыңдар? Иә, мен 1-ші сыныпта оқимын. Балалар, менің жасым нешеде деп ойлайсыңдар? Иә, менің жасым 7-де. Балалар, сендерге рахмет. Сендер сурет арқылы мен туралы ақпаратты тез таба білдіңдер, сонымен қатар сөйлемдерді құрастыра білдіңдер. Рахмет сендерге. Ендеше, сендерге мына өлең шумақтарын арнаймын. Қанекей, менімен бірге қайталап көріңдерші. Жан жағыма қарадым, достарымды санадым. Қол алысып досыммен ай жұлдызға баладым. Рахмет, балалар, маған көмектескендеріңе. Сау болыңдар. Тамаша, балалар. Ендеше біз дәптермен жұмысқа назар аударайық. Қолдарына
жұмыс дәптерін ашыңдар, қалам, қарындаштар алыңдар. Ең бірінші, күннің үсік сызықтарын бір-біріне жалғаймыз. Күн қандай түспен боялады? Дұрыс айтасыздар, күн сары түспен боялады. Және мына бала мен қыздың үстіндегі киімдерін түрлі түсті қарындашпен бояймыз. Бояп болсаңыздар, бағдар сызықтарын көріп тұрсыздар ғой. Бағдар сызықтарын жоғарыдан төмен қарай бастырып сызамыз. Сызып болдық па? Жарайсыңдар балалар. Ендеше, бүгін біз сіздермен сурет арқылы сөйлем құрауды, сурет арқылы оқиғаның ретini сақтай отырып баяндауды және көптеген достар таптық. Сабақ ұнады деген ойдамын. Өздеріңді бүгінгі тапсырмаға қарай бағалаңдар. Ендеше, сауат ашу сабағы аяқталды. Сау болыңыздар.